Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Ермек Албан, Алашаландар қозғалысынан. Жолдауымды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға жолдауым келіп отыр. Қасым-Жомарттаға айтайын дегенім, мына қазіргі кезде өкіметтің істеп отқан жұмысына біз халық болып, біз көңіліміз толмайды. Ашығын айтқанда, сізден бастап бүткіл министрлер, әкімдердің бәрі уақытша жалдамалы отырған, халыққа қызмет жасайтын адамдар. Қазір кезде ешқандай өкімет тарапынан біз көмекте, қолдауда, ешқандай жұмыстарын істеп отқандарын көріп отқан жоқпыз. Мына енді басынан бастап кетсек, мына арыс жарысынан бастап, арыс жарылған кезде халықтың өзі өз күшімен жаңағы жарылыс болып отқан жерлерден құтылып, жаяу болсын, әйтеуір әрендеп құтылды. Ол кезде ешқандай өкімет тарапынан жүгіріп атқан әкімдер, министрлерді ешқайсысын көрмедік. Мақтаарал су тасқыны болды. Онда да ешқандай өкімет тарапынан ешқандай қозғалыс көрмедік, адамдарды да көрмедік. Одан кейін де мына карантин басталғалы бері көптеген аналар, көптеген халық аш қалды, жұмыссыз қалды. Онда да ешқандай өкімет тарапынан көмекті, пайдасында көрмей жатырмыз. Мына қазіргі кезде продукты өте қатты қымбаттап жатыр. Енді бәріміздің көріп отқан сәбіз, картофеліміз болсын, 700-500 теңгеге шейін көтеріліп, ешқашан болмаған жағдай. Солярка осындай науқан кезінде көтеріледі. Ол енді жылда болып жатқан іс-әрекет. Өкімет тарапынан айтатын болсақ, бәріңіз енді уақытша отырған, халыққа қызмет жасайтын адамсыздар. Ешқандай пайдасын да көріп отқан жоқпыз. Телевизордан ғана көреміз, басқа ашығын айтқанда ешқандай пайдаларыңыз көріп отқан жоқпыз. Бәріміз көріп отырмыз, мына бюджеттің талам-таражға кетіп, болмайтын іс-әрекеттерге жұмсалып жатыр миллиондаған ақшалар. Болмайтын бір полицейскийлердің киімдері тіктіледі бірнеше миллиардтарға. Басқа да пайда жоқ іс-әрекеттерге халықтың ақшасы жұмсалып жатыр. Ал керек, халыққа керек нәрселерді еш нәрсе істеліп жатқан жоқ. Сол үшін біз енді халық атынан, халық болып талап ететініміз, мына өкімет ауыссын. Өкімет басына елім жерім деген халыққа қызмет жасайтын өз істерінің мықты мамандары отыру керек. Конкурс жасалу керек. Сол конкурста әр салаға жұмыс жасай алатын, қолынан іс келетін мықты жас жігіттер отыру керек. Мына енді бұрынғы 30 жыл бойы істеген жүйенің адамдары, олардың тек қана бюджеттен ақша жымқыру, тендерден ақша сындыру, жаңағы тура сол немен ғана милары жұмыс істейді. Басқа ешқандай халыққа пайдам тигізсем деген ешқандай жаңағы ойларда жоқ. Жылда мына Алматыда көріп отырамыз, жолдар жасалады, бірінші асфальт жасайды, асфальтты қазады, қайта тұрба салады. Одан кейін жылда бордюрлар ауысады. Бір болмайтын іс-әрекеттерге халықтың ақшасы жұмсалып жатыр. Сол сияқты бүткіл салалардың бәрі тура сондай. Мына нацкомпаниялар, олардың енді ашығын айтқанда көп арам тамақтар. Мына өңкей ағашқылардың жаңағы балалары, туған туысқандары отыр, халықтың ақшаларын жеп отыр. Енді ашығын айтқанда ешқандай халыққа пайдасы тимейтін компаниялар өте көп. Солардың бәрі қысқартылу керек. О жақтан түсіп отқан жаңағы ақшалардың бәрі мына қазір көп балалы аналар, өте жаңағы көмекке мұқтаж жандар өте көп, соларға жұмсалу керек жаңағы ақшалардың бәрі. Сол үшін Қасым-Жомарт аға айтатын, енді халықтың ашуы күннен күнге толып келе жатыр. Депутаттардан, министрлерден, әкімдерден ешқандай бір пайдасын да көріп, халықтың арасында жүріп, мәселесін шешіп жүрген ешқайсысын көріп отқан жоқпыз. Енді депутаттар сайлауы болды, онда да көріп отырмыз. Бір парақ жазып берген, ана тілінде қазақша сөз сөйлемей отқан, оқып бере алмай отқан жаңа депутаттар біздің енді халықтың өкілдері болып сол парламентте отыр. Бір халықтың мәселесін шешіп отқан ешкімді көріп отқан жоқпыз. Сол үшін біз сізге талап етеміз, халық атынан бүткіл өкімет ауыстырып, мықты жас мамандар әр салаға отыру керек. Түгелдей бәрі бақылауда болу керек.
қайда ақша кетіп жатыр, қайда жұмсалып жатыр. Көп нәрсені халық шешу керек. Біздің халықтың талабы осы күнде, құрметті Қасым-Жомарт аға. Енді өзіңіз білесіз, қазақтың ашуы бір жарылатын болса, ол ертеңгі күні тоқтамайды. Ертеңгі күні үлкен көтеріліске алып келеді. Оның бәрі аяғы сіздерге келіп тиеді. Енді өздеріңіз көбі жоғары жақта отырған адамдардың бәрі 60-тан асқан адамдар. Енді сіздер ең бірінші кішкене о дүниені де ойлап қарасаңыздар, енді мәңгі ешкім жоқ. Ертеңгі күні бәріңіз сол жаққа барасыздар. Іштіңіздер, жедіңіздер, енді орындарыңызды босатып, мықты елім жерім деген істейтін азаматтарға нені беріңіздер, орындарыңызды беріп, халықтың ашуын, наразысын тудырмай, өз соған алып келе жатыр қазір. Мына бүткіл қазір болып жатқан іс-әрекеттердің бәрі. Ол қазақ бір көтерілісі ертеңгі күні тоқтату өте қиын болады. Біз енді бүткіл желініп жатыр, бәрін көріп отырмыз, болып жатқан қазір іс-әрекеттің бәрін. Мына сергек айтатын, сергек бүткіл қалалардың, Қазақстан қалаларында тұр. Өзі әрең күн көріп жүрген халықты да оларды тонап жатыр. Ол сергектің ақшасы қайда кетіп жатыр, бір Құдай біледі. Сол сияқты халықты тонауды қойыңыздар, доғарыңыздар. Құрметті Қасым-Жомарт аға, үлкен өтініш сізге. Халықтың атынан талап деп те білсеңіз біледі. Біздің талабымыз, мына өкіметтегі отырған қасыңыздағы команданы ауыстырыңыз түгелдей. Халықтың ішінен мықты азаматтар отырсын. Елім жерім деген мына конкурсның основе, оның бәрін халық көру керек. Қандай адам қандай орынға отырып жатыр. Бәкесеке деген адамдармен жұмыс істесуді қоюымыз керек. Өкімет ауыссын, құрметті Қасым-Жомарт аға.